Сербияда самбодан өткен әлем біріншілігінде жерлесіміз Мәдина Биев топ жарған болатын. Айтулы аламанда жеңіске жеткен спортшы чемпионатқа осымен екінші рет қатысқан. Бұған дейін күміс жүлдені еншілеген палуан Сербиядағы сайыста алтыннан алқа тақты. Әлем чемпионатына мен екінші мәрте қатысуым. Бұның алдыңдағы әлем чемпионаты Хорватия мемлекетінде болды. Ол кезде 4 белдесу өткізіп, 4-ші белдесу сол орыс палуанына, ресейлік палуанға есемізді жіберіп қойдық. Ақтық белдесуде күміс жүлдегер атандым былтыр. Биыл да 4-5 кездесу өткізіп, ресейлік палуанмен ақтық белдесуде күрестім. Жоқ, басқа палуанмен күрестім. Сол ресейлік палуанмен айқын басылымдықпен жеңдім. Оның белдесулерін мұқият қарап отырдым. Кемшілігін байқадым. Қалай жұмыс істеу керек екенін өзім тұжырымдап, сол ойымды жүзеге асырдым ақтық сайыста. Әлсіз қолын ұстадым. Сол әлсіз қолымен жұмыс істеп жеңіске жеттім. Мектеп оқып жүрген кезде, 7-ші, 8-ші сынып оқып жүрген кезімізде осы үйірмені өзіміз таңдап бардық, қатыстық. Сосын әлі күнге шейін қазір спорт саласында 20-дан астам жыл болды. Осы спорт саласында жүргенімізге. Қазір бізден кейін өзіміздің балдарымызды айналысады. Күрес түрлерінен ерекшелігі бұл самбо күресін Совет үкіметі кезінде орыс халқы жасырын жүргізген бұл спортты. Мемлекеттік қызметкерлер, жаңағы милициялар дейміз ғой, органдағылар. Бұны жасырын ұстаған. Халықтан бір бас жоғары болу үшін бұны жасырын дайындалған. Кейіннен 80 жылғы Мәскеу олимпиадасынан кейін бұлар сол олимпиадаға кіргізбеді. Содан кейін енгіземіз деп, қазір 2020 мен 2024-тің олимпиадасында енгіземіз деп жатыр. Бұл спорттың ерекшелігі ауырту әдісі қолға, аяққа өте жоғарғы дәрежеде ауырту әдістері жасалынады. Сондықтан бұны жасырын ұстаған себебі сондықтан. Өзіме ұнаған жері еркін күресесін. Еркін күресесін самбода. Енді самбомен қатар біз дзюдо, олимпийский вид дзюдомен де шұғылданамыз. Мынау шәкірттерімізде де дзюдомен күреседі. Мынау қазақ күресі біздің ұлттық күресіміз. Біз оны қалдырмаймыз, тастамаймыз. 3 спорт түрін біз қатар алып жүреміз қазіргі таңда. Самбо спортымен 20 жылдан бері шұғылданып жүрген әлем чемпионы бұл жолдың оңай еместігін айтады. Жеңіс пен жеңіліс қатар жүретін салада осал адамның көп тұрақтамайтынын да жеткізді кейіпкеріміз. Өзім Мароккоға дайындалып жатырмын. Шадияр әлемдік жарыстар бар, алда қойылған күнтізбелік жоспарға байланысты. Алғашқы 95 жыл шығар, алғаш самбо күресіп, ол уақыт ұтылып қалғанбыз. Жылайтынбыз ұтылып қалсақ. Сол уақыттан бері айналысып, осындай дәрежеге жетіп отырмыз. Ақпарат көздеріне қарағанда, жарты ғасырлық тарихы бар қазақ самбо мектебінің негізін қалаған Мәскеу мемлекеттік дене шынықтыру институтының түлегі Василий Иванұлы Воронкин болған. Ол 1953 жылы республикадағы алғашқы самбо секциясын ашады. Сол жылы Қазақстан біріншілігі де алғашқы рет өтеді. 1960 жылы күрестің бұл түрі Қазақстан X спартакиадасы бағдарламасына енгізіледі. Әлемде өзінің орны бар самбоның. Самбомен күресетін мемлекеттер өте көп. Самбоға қызығады. Кореялықтар да қызығады, жапондықтар да қызығады. Біздің Азия толығымен қызығады, қолдайды бұл спорт.
спортты. Европалықтар қазір европалықтармен санасамыз, өйткені олардың дәрежелері өте жоғары. Маңызы келешек ұрпаққа жол көрсететін бірден бір спортшылар. Спортшы халықтың айнасы дейді ғой. Біз қалай қадам басамыз, бізден кейінгі ұрпақ солай қадам басады. Мен ойлаймын, әрбір қазақтың баласы спортпен шұғылдану керек, міндетті түрде. Қалған өнерлерді кейінгі сатыға қойса болады. Біз батыр елдің ұрпағы боламыз, қазақ елі. Спортпен міндетті түрде шұғылдануымыз керек. Мен айналысып жатқан спортым өзім шәкірттеріме, өзімнің отбасыма, өзіміздің елдің азаматтарына үлгі болсын деп, осы спортты жалғастырамыз. Спорт осал жандар жүрмейтін мықтылардың жолы. Нәбиевтің айтуынша, адамды тәрбиеге салатын самбо спорты палуанды ептілік пен жылдамдыққа баулайды. Өмірде спорттың бір жақсы жері спорт, орысша айтқанда пунктуальность дейді ғой. Қазақша айтқанда жауапкершілікке мықты етіп тәрбиелейді. Спортқа қатысқанның пайдасы отбасыңа да пайдасы зор. Отбасын ұстап қалуға айта берсек көп, бұл спорттың жақсы қырлары. Жоқ, осы күрес түрлері мысалы өмірде қолданған кезіңіз болды ма? Ер жігітпіз ғой, қолданған кездер болды. Қолданамыз. Енді есейгеннен кейін ондай жаңа балалық жаттықтықтардан аулақ боламыз. Жасамауға тырысамыз. Бірақ пайдасы тиеді ғой, ер азамат болғаннан кейін. Қай жерде болмасын, спорттың орны бір бөлек, күрестің орны бір бөлек. Қазіргі таңда өз мансабынан бөлек шәкірт тәрбиелеуді қолға алған чемпион екінші жауапкершіліктің жүгі ауыр екендігін айтады. Шәкірт апарған әрине қиын. Ол бір үйдің аманаты. Мен оны алып барам, оның әке-шешесі уайымдап отыратын нәрсені мен білем. Қарын тоқ па екен, жататын жер жылы ма екен, шаршамады ма екен деп ата-анасы уайымдайтын болса, сол уайымдетпес үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймыз. Сапарда болсын, қандай жерлерде болсын, жарыстарда жаңағы. Бірінші өзіміз ішпей тамағымызды, бірінші сол балдарды тамақтандырамыз. Өйткені ол ертең күреседі. Бірінші біз демалмаймыз, солар тынықтырып, солар демалтамыз. Не ішу керек, не жеу керек, оларға өзінің берілетін тағамдарын әзірлеп дайындап береміз. Өйткені ол ертең күреседі. Біздің дайындағанымыздың жемісін біз сол балдардан күткеннен кейін бірінші соларға жағдай жасаймыз. Мысалы, шәкірттің жарысқа шығып жатқандағы сезім бөлек, өзің жарысқа шыққандағы сезім бөлек шығар, соны айтып беріңізші. Бала қорқады, бірақ оның бойындағы мықты қабілеттерін білеміз. Бәрібір бала өзін ыңғайсыз ұстап, қорқып, қобалжып тұрады. Соны жеткізу балаға қиындау. Күнде айтылып жатқан үйреншікті әңгіме сияқты, бірақ айтамыз, жеткізуіміз қиын. Сондықтан біздің өзіміз шыққанымыз өзімізге оңайда, бірақ балдармен жұмыс істейміз, жаңа балдарға жеткізу шамалы қиындау болады. Бір қарсыласы оған ыңғайлы болады, бір қарсыласы ыңғайсыз болады. Өзінің ойын қорытындылап үлгереді, кей кезде үлгере алмайды. Және әрдайым жеткізіп, жарыстан соң талқылап отырамыз. Готовится весовая категория 100 килограммов. Вставал! Молодец! Вставал! Ввиду явного преимущества. Бұл жерде бір менің емес, ол баланың ата-анасының көмегі керек. Баланың ата-анасы оған сенім артып, баланың ата-анасы балаға да қолдау білдіріп отыру керек. Сен чемпион боласың, сен жарайсың деп жаңағыдай баланы көтеретін сөздер айтып, ата-анадан басталады. Ата-анасы бар, сосын жаттықтырушылары бар, сосын мемлекеттік жаңағы мекемелер, жоғарғы жаңағы біздің басшыларымыз, олардан да қолдау керек. Ол мүмкін дарынды бала кеп олимпиаданы ұтып кетуі мүмкін.
ол өте мыңнан бір шығуы мүмкін да. Ал оның жеңіске жетуіне бір адамның септігі аз болады тиюі. Мен шығардым деп айту сәл ауырлау болады. Өйткені оның ата-анасы да, жаңағы жоғары жағымызда, мемлекетімізде сондай бәрі үйлесіп, бәрі бірдей жылулығын білдіретін болса, шығады. Түрлі сәтсіздіктерге ұшыраймыз. Жаңағы визамыз ашылмай кешігеді, жаңағы болмаса жаңағы билеттерімізден болған қиындықтар, жаңағыдай біз лицензия ұтып аламыз, мысалы, салмағымыз сәйкес келмейді, сол отамызда салмағымыз өсіп кетеді. Түрлі қиыншылықтар шығады ғой, бірақ осы спорттың бір жақсы сондай төзімділікке баулайды да спорт. Төзімділікке баулайды, соның арқасында сондай қиыншылықтардан өтеміз. Жаңағы елдің арасындағы әңгіме ғой, бұл чемпион болып келеді олимпиаданы, сөйтеді да депутат болып кете салады деп айтылады да. Әрине айтқанға оңай, ал ол депутат болу үшін өмірінің 80% спортқа арнайды. 80% спортқа арнайды. Жұрт тойлап тамақ ішіп жатқанда бұл тамақ ішпейді. Жұрт тойлап қыдырып жүрген кезде бұл жаттығуында болады. Бұл жаттығу кезінде бұған ауыруға болмайды. Ауырмас үшін түрлі немен дайындалу керек. Сол мен айта алмаймын. Спорт оңай іс, оңай сала деп айта алмаймын. Оған лайық